Келесі екінші сабақ бұл бізде гистосәйкестік жүйесі. Бұл гистосәйкестік жүйе деген өзіміздің организміміздағы жасушалардың бұл біздікі және біздікі емес деп бөліп бере алатын ең негізгі жүйенің бірі. Жалпы гистосәйкестік жүйесін ағылшыншада MHC деп айтады. Жалпылама түрде ал адамдарда HLA жүйесі деп айтамыз. Human Leukocytes Antigens деген, яғни адам организмдағы антигендер, то есть лейкоцитке қарсы шығатын. Енді бұл жүйенің негізгі қызметі бұл өзінікін өзгеден ажыратып беру. Енді дәл осы сабақтың алдағы барысында біз жасушалар өзінікін өзгеден қалай ажыратады, бұл MHC жүйесі қалай жұмыс жасайды, оның құрылымдық бөлімдері деген сияқты бөліктерге тоқталатын боламыз. Жалпы MHC жүйесінің 3 класы бар. HLA1 немесе MHC1, 2 және 3 кластар. Дәл осы 3 кластар бұлар 6 хромосоманың қысқа иінінде кодталады. Яғни қысқа иінінде дәл осы жаңа кластар жайлы ақпарат сақталатын болады. Енді дәл осы MHC1 класында бізде 3 бөлігі бар. A, B, C деген сияқты. Дәл осы бөліктері ең негізгі зерттелген бөлік, ал қалған бөліктері қатты зерттелмеген, көбінесе аутоиммунды аурулар кезінде жарық көріп отырады, анықталып отырады. Енді MHC жүйесінің түрлері, класының түрі, мысалы 1 класс, 2 класс және 3 класстан тұрады деп айттық. Енді осы 3 классқа бірден тоқталып кетсек, кейбір комплемент ақуыздарын және цитокиндерді кодтайды. Кейбір комплемент ақуыздары деген жаңа комплемент жүйесіне қатысатын С1-ден бастап С9-ға дейін осының аралығындағы комплемент жүйесінің ақуыздарын және солардан бөлінетін жаңа цитокиндерді кодтайды. Кодтайды деген дәл сола жайлы ақпарат осы MHC3 жүйесі жерінде жазылған, сақталған. Сол жерден бізге таралып шығып отырады, жаңа комплемент ақуыздарын синтезделуін басқарып отыратын орталық болып табылады. Келесі енді MHC жүйесі бірге тоқталайық. MHC1 бұл анықтамасы бойынша барлық ядролы жасушаларда кездеседі. Барлық ядролы жасушаларда MHC1 классы жүйесі орналасады. Келесі антигенді CD8 немесе Т-киллерге таныстырып береді. Жүргізетін жолы эндогенді жолмен жүреді. Яғни жасушаның ішінде немесе ағзаның ішіндегі жолдармен жүзеге асырылады. Құрылымы бойынша қазір осының барлығына жеке тоқталамыз. Енді құрылымы бойынша MHC1 класы қандай құрылысқа ие? Жасушаның сыртында осындай рецептор шығып тұрады. Бұл рецептордың жаңағы 4 бөлігі бар. Альфа-1, 2, 3 және бета-2 тізбектерден құралады. Дәл осы альфа-1 мен 2 тізбегінің арасында оның белсенді аймағы қалыптасады. Осы белсенді аймаққа бізде CD8 немесе Т-киллер келіп байланысатын болады. Мына жерде жасушаның ішінен антигенді алып шығып, осы белсенді аймағында байланыстырып ұстайды, оған келіп Т-киллер байланысады, бұл процесті, то есть антигенді жоюға қатысады. Тағы бір айтатын болсақ, 3 тізбегі бар: альфа-1, альфа-2, альфа-3. Альфа-2 мен 1-дің арасында белсенді аймақ түзіледі. Бұл құрылымы бойынша. Енді міне антигенді Т-киллерлеріне таныстырады дедік. Біріншісі кетті. Енді екіншісі эндогенді жолмен жүреді. Эндогенді жолмен жүру қалай? Мынау бізде жасушаның цитоплазмасы. Енді жасушаның ішінде жұтылған жаңағы пиноцитоз арқылы, эндоцитоз арқылы жұтылған зат сырттан немесе жасушаның ішіндегі құрылымы өзгерген затты ыдыратып бастайды және соған қарсы иммунитет түзіп бастайды. Оны ыдырататын бізде мына цитоплазмалық протеин. Цитоплазмалық протеинді бізде протеосома дейтін ерекше нәрөздар, жаңағы катализдік орталықтары бар. Жасушаларда, то есть үлкен протеиндерді майда аминқышқылдарына дейін ыдырата алатын белсенді ферменттер, протеосомалар орналасады. Бұл протеосомалар осы жаңағы протеинді пептидтерге дейін ыдыратады. 8-20 аминқышқыл немесе 8-20 пептидтерге дейін ыдыратады. Бұл пептидтер әрі қарай эндоплазмалық ретикулумға тасымалданады. Тасымалдайтын нәрозды тап деп айтамыз. Тап1, тап2 деген нәроздар осы эндоплазмалық ретикулумға тасымалдайды. То есть эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық тордың бізде 2 бөлігі бар: тегіс және түйіршікті. Осы түйіршікті бөлігінде рибосомалар орналасқан. Осы рибосома орналасу бұл нәрөз түзуге қатысады. Бұл нәрөз түзілуі міне MHC жүйесінің
жаңағы MHC1 классының осылай түзілуі жүзеге асады. Енді тап ақуызы арқылы келген амин қышқылы осы шаперондық белоктар арқылы MHC1 классымен байланысады. Ол байланысқаннан кейін Golgi арқылы, Golgi'нің жаңағы қызметінің бірі везикулярлы жолмен бөліп шығаруға қатысады. Дәл осы бөліп шығару кезінде Golgi арқылы жасушаның бетіне бұл шығады. Міне MHC1 классы. Енді оның белсенді орталығы бағанағы альфа-1 мен 2-нің арасында қалыптасқан. Осы жерге бұл антигенді бөлшектенген түрін, өзіне сай келетін түрін байланыстырып сыртқа шығарып тұрады. Ал оған бізде келеді Т-киллер, немесе CD8 Т-киллер келіп, Т байланыстырушы жасушасы арқылы, рецептор арқылы бұл жүйемен таниды, байланысады және әрі қарай иммунды жүйені бастайды. То есть осы тұрған жасушаны немесе сол антигенді жоюға кіріседі. Бұл MHC жүйесінің MHC1 классының жүру жолы. Дәл осылай жүреді. Бұл көбінесе майда бөлшектер жұтылады, немесе сол жасушаның ішіндегі майда бөлшектерге қарсы антигеннің өндірілуі, соған қарсы иммунды жауаптың туындауы осы MHC1 классымен жүзеге асады. Келесі бізде MHC2 жүйесі. MHC2 жүйесі бұл барлық жасушада емес, тек антиген таныстырушы, антиген презентациялаушы жасушаларда. Ол жасушалар бізде макрофагтар, дендрит жасушалар және В лимфоциттер. Бұлар иммундық жауапты бірден бастамайды, бұлар иммундық жауапты қолдайтын, оны арттыратын қасиетке ие. MHC2 жасушалары бұлар CD4 немесе Т-хелперлерге ұсынады жаңағы антигеннің бөлігін. Және жүру жолы экзогенді, яғни сырттан антигендерді жұтады. Енді әрқайсына жеке-жеке тоқталатын болсақ, орналасатын жері бойынша толық тоқталдым. Макрофаг, дендрит жасушалар және Б лимфоциттер. Ал хелперлерге беруі, ол қалай жүзеге асады? Дәл осы құрылысы, MHC2 классының құрылысы, бұл кішкене өзгеше. Бұл альфа-1, альфа-2, бета-1, бета-2 дейтін осындай 4 тізбектен құралады. Осы альфа-1 мен бета-1-дің арасында оның белсенді аймағы қалыптасады. Белсенді аймақ. Дәл осы белсенді аймақта бізде антиген орналасқан болып, бұл антигенге қарсы бізде CD4 немесе жаңағы Т-хелперлеріміз активтенеді, осылымен байланысады, таниды и әрі қарай иммунды жүйені жүргізетін болады. Енді бұл қалай жүзеге асады? Міне қарайық. Біз айттық, экзогенді, яғни сырттан жұтады. Міне сыртта тұрған антигендерді ішке жаңағы фагоцистоз арқылы жұтады. Жұтылған затты фагосома немесе ішкілік эндосома деп айтамыз. Бұл фагосоманың ішінде лизосомалық ферменттер болып, бұларды майда-майда бөлшектерге ыдыратады. Бұл майда ыдыраған бөлшектер MHC жүйесімен танылады. Енді MHC жүйесі бағана айтқандай эндоплазмалық ретикулумда синтезделіп, осы жерде элай дейтін ақуызбен байланысып сақталып тұрады. Және жаңа везикулярлы жолмен цитоплазмаға өтіп дайын тұрады. Мынау жаңағы элай ақуыздары. Бұл ақуыздар антигендермен артық байланысып кетуден сақтап тұрады. Дәл осы элай нарозин HLA-DM бөлігі алып орнына антигенді байланыстырып береді. Осы байланысқан антиген әрі қарай тағы жаңағыдай везикулярлы жолмен жасушаның сыртына шығып орналасады. Міне әр қайсысы бөлігі, мысалы MHC жүйесі өзіне қажетті ғана антигенмен байланысады, ал өзінің жасушаларымен ол байланыспайды. Сол өзіне қажетті антигендермен байланысып жасушаның сыртына шығады да, бұған қарсы жаңағы Т-хелперлерінің байланысуы орын алады. Енді әрі қарай астындағы схемаға көшсек, міне MHC жүйесі екінші класы жасушаның сыртына шығарды мынау жаңағы заттарды. Енді бұған Т байланыстырушы жасуша арқылы екеуі танылды, байланысты. Бұл байланыстырып тұрған Т-хелпер. Бұл бірінші Т-сигнал. Екінші сигналды береді бізде корецепторлары, яғни MHC жүйесінің жаңа жасушаларда орналасқан беткей рецепторы және CD4-те орналасқан беткей рецептор. Екі жүйені алғаннан кейін бұл активтеніп бастайды, активті күйге көшеді. Енді Т-хелпердің активті күйі жаңа екі күй бар. Мынау Т-хелпер 0 болса, активті күйінде Т-хелпер 1 және Т-хелпер 2-ге ыдырайды. Бізге керегі Т-хелпер 2, яғни иммунды жүйені қолдау ретінде Т-хелпер 2-ні қарастыратын боламыз. Ал Т-хелпер 1 бұл әрі қарай CD8, яғни киллерлердің
активтенуін алып келеді и жасушаны бірден жойып жібереді. Ал иммундық жүйені қолдау болса, ол Т хелпер 2-нің қызметі. Енді Т хелпер 2-ге айналды. Мысалы, мынау Т хелпер 0, бұған екі жақтан сигнал келді да, бұл Т хелпер 1-ге немесе 2-ге айналады. Если 1-ге айналса, онда 2 тежеледі, ал 2-ге айналса, онда 1 тежеліп отырады. Келесі Т хелпер 2, то есть мынау бізде Т хелпер 2. Т хелпер 2, бұл Т хелпер 2-де мынау жаңағы MHC жүйесінен алған антигенін Б лимфоциттерге таныстырады. Б лимфоциттегі дәл осы MHC 2 жүйесі арқылы екеуі бір-бірімен таниды. Бұл бірінші реттік сигналды алды. Енді екінші реттік сигналды беру керек. То есть бірінші реттік сигнал бұл антигеннің өзі болды. Антигенді берді. Енді екінші реттік сигнал бұл корецепторлар арқылы, жаңағы көрсетілген мына корецепторлар арқылы. Либо корецепторлар деп айтсақ болады, немесе Т хелперлерді орналасатын CD28 маркері, Б лимфоциттерді орналасатын CD80-86 маркері арқылы екеуі бір-біріне сигналды береді. Екі сигналды да қабылдайды Б лимфоциті, одан бөлек. Т хелперлер өзінен лимфокиндерді бөледі. Активті вещество, яғни қабынуды арттырады, мысалы интерлейкин 6 деген сияқты осындай активті заттарды бөліп отырады Т хелпер. Енді бұл бөлінген активті заттар Б лимфоциттің пролиферациясын, яғни оның дамуын арттыра түседі. Енді бұл даму барысында екі жасушаға ыдырайды Б лимфоцит. Біреуі плазмоцит, біреуі жады жасушалар, яғни есте сақтау жасушалары. Ыдыраған плазмоциттер әрі қарай, то есть Б лимфоцит плазмоцитке айналды жетілген түріне, ол өзінен антиденелерді бөліп бастайды. Антидененің жаңағы 5 класы бар, сол 5 класын бөледі и сол арқылы иммунитетті әрі қарай жұмысын атқарады, то есть антигенді жоюға қатысады. Бұл бізде MHC 2 жүйесі. Екі жүйенің де толық жұмыс жасауына тоқталып өттік. Енді MHC жүйесінің биологиялық маңызы, организмде қандай биологиялық маңызға ие? Бұл біріншісі ажырату. Нені ажырату? Өзінікін өзгеден ажырату. Яғни сырттан бөтен кірді ма, оны бірден ыдыратып, жаңағы екі жолға салып, мынау біздікі ма, біздікі емес па деп Т хелперлерге беріп, әрі қарай соған қарсы иммундық жауапты қалыптастыру. Келесі иммунды жауапты реттейді. Міне MHC жолымен антиденелердің түзілуін алып келеді. Келесі аутоиммунды аурулардан қорғайды. Организмнің аутоиммунды аурулардан қорғауын дәл осы MHC жүйесі қалыптастырып береді. Неге? Ол өзінікін танып тұр, өзгені танып тұр. Значит, өзінікін танып тұрса, оған атака жасамайды. Сондықтан бұл бізде аутоиммунды аурулардан қорғайды деп айта аламыз. Трансплантациялық кедергі бұл MHC жүйесі, мысалы, екі тінді бір-біріне көшіретін болсақ, мысалы, осындай жерге, осындай тінді әкеп орналастыратын болсақ, екі бөлігін бір-біріне толық орналастыру үшін осы жердегі MHC жүйесіне қаралады. MHC жүйесі бірдей болса, бұл қабылданады, ал если MHC жүйесі басқаша болатын болса, онда бұл жерде трансплантацияны қабылдамайды, яғни отторжение болады. Келесі ісіктермен күрес кезінде. Ісіктер бұл ағзаның өзгерген жасушалары, оларды жаңағыдай тексеру барысында, MHC жүйесі оларда өзгергеннен кейін жасушаның сыртына шығып тұрады MHC 1 класымен, и оны бізде Т-киллерлер бірден тауып жойып отырады. Осылай бізде ісіктерді толық басып тастап отырады. Енді бағана айттық, аутоиммунды аурулардан қорғайды деп. Если бұзылыс болатын болса, MHC жүйесінде бұзылыс болатын болса, онда аутоиммундық аурулармен байланысты бол, және оларға бейімділік қалыптасады. Біріншісі анкилозды спондилит. Бұл жерде HLA-B27 деген ген басым шығып кетеді, және дәл осы HLA жүйесіндегі B27 гені орналасады, и ол бізде жаңағы өзінің жасушаларына атака жаса деп көрсетіп береді. Мысалы, анкилозды спондилит жаңағы омыртқа
сүйектеріндегі өзінің местный жасушаларын бактерия жасушасы деп ойлап қалады да, и сол жерге атака жасап бастайды. Дәл сол сияқты, мысалы бірінші типті қант диабетте HLA-DR3, DR4 деген жаңағы гендер рецепторлар басым келеді да, өзінің бета жасушаларын, бета жаңағы Лангерганс аралықты жасушаларды, бұлар біздің өзіміздің жасушамыз емес, бөлек жаңа токсикалық жасуша деп қабылдайды да, и оған шабуыл жасайды да, аутоиммундық ауру болып саналады. Дәл сол сияқты ревматоидты артрит буындарға қарсы атака жасайды, осы жердегі Т жасушалар белсенеді да, сөйтіп бізде ревматоидты артрит туындайды. Қалған екі бөлікте сондай. Мысалы, мына шашыранды склероз ми тіндерінде миелинді бөтен деп санайды, DR2 жаңағы бөлігі рецепторы, и солай оны жойып бастайды. Бұл аутоиммунды аурулармен байланысты. Енді бізде ең қызығы репродуктивті маңыздылығы, яғни жыныстық жүйеге қандай әсер етеді бұл MHC жүйесі. Соған тоқталсақ, ең ключевой жерлерінің бірі, ата-анасының MHC гендері әртүрлі болса, балада амбебап иммунды жүйе болады, иммунды жүйе қалыптасады. Амбебап деген бұл универсал, яғни қандай да бір ауру түседі, оған қарсы иммунды жүйесі қалыптасады. Ол үшін ата-анасының MHC гендері әртүрлі болу керек. Ал егер ұқсас болатын болса, енді осы жеріне кішкене тоқталайық. Жүктілік барысында ұрық қалыптасты, жатырға бекінді. Бұл бекінген зат организм үшін бөгде зат болып табылады, яғни трансплантат сырттан енген бір бөгде зат ретінде қарастырылады, және ананың иммунды жүйесі оған атака жасайды. Енді ата-анасының MHC гендері әртүрлі болатын болса, онда бізде организмде ерекше нәруыздар өндіріледі, HLA-G дейтін. Бұл дәл сол анасындағы иммунды атаканы тойтарып отырады, яғни төмендетіп басып тастап отырады осы иммунды атаканы. Нәтижесінде бала сақталады және дүниеге аман сау келеді. Енді бізде туыстық неке болған болса, немесе MHC гендері әртүрлі емес, бір-біріне өте ұқсас болатын болса, онда дәл осы HLA-G нәруызы түзілмейді, иммунды атака тойтарылмайды, нәтижесінде бізде түсік болады. Жаңағы осындай туыстық некедегі түсіктің болуын осы MHC жүйесімен түсіндіруге болады. Жалпы қорытындылай келе, ағзадағы ең маңызды жүйенің бірі болып табылады дәл осы MHC жүйесі, және MHC жүйесіндегі мына жерге кішігірім тоқталатын болсақ, тап ақуыздарының жетіспеуінен MHC бір класында жаңағы вирустық ауруларға бейімделіп келеді. Ал MHC 2 жүйесінің жетіспеушілігі, мына жердегі HLA-DM ақуыздары, MHC жүйесіндегі екінші бөліктің жетіспеуі, бұл бізде ұзаққа созылмалы қабынулық ауруларды түсіндірмесі, негіздемесі болып келеді. Жалпы гистосәйкестік жүйесі осы. Видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпа.